Рахмет, әріптестер, қайырлы таң. Бүгінгі сұхбатымыздың кейіпкері Түркияның Мимар Синан университетінің профессоры, түрколог, шоқайтанушы Әбдуахап Қара. Әбдуахап аға, қайырлы таң, Астанаға қош келдіңіз. Енді бұйыл расында да бір белес. Қазақстанымыздың тәуелсіздігіне 25 жыл толып отыр. Баршамызға, бүкіл қазақ халқына, бүкіл қазақстандықтарға және түркі дүниесіне құтты болсын дейміз. Енді сіздің атажұртқа келген әр сапарыңыз маңызды, бұл жолы тарихи жиынға тап келіп отыр екенсіз. Биыл енді 25 жылдық арнап мен бір кітап шығардым. Қазақстан 25 жылдығы, Зұқа Батыр атамыздың 150 жылдығына арнап, қазақтардың Түркия көші деген атты кітап. Осы жақында ғана осы Алматыдан жарық көрді. Осында Евразия университеті, Отырар кітапханасы зерттеу орталығы аясында шығып отыр. Мен осы шараға байланысты атамекенге ат басын бұрып келіп отыр. Енді аға 80 жылдары Стамбулда қазақтардың көбі Еуропаға кетіп жатты. Қазір Стамбулда жалпы Түркияда қанша мың қазақ бар? Есебі бар ма? Енді мына Түркияда ресми түрде есеп жоқ. Бұл істер енді халық санағы өткізген уақытта этникалық тегін сұрамайды. Барлығын түрік азаматтар ретінде есептейді. Енді өзіміздің болжамдарға қарағанда 20 мыңдай қазақ бар деп есептейміз. Дұрыс айтасыз, 80 жылдарда ол кезде Түркия бір қиын жағдайда болды, жұмыс аз болды. Сол Европамен жасалған еңбек күші келісімдеріне сай Түркияда түрік азаматтармен қатар қазақтар да Европа елдеріне барып, сонда жұмыс үшін барды. Қазір Европа елдерінде де бір 5 мыңдай қазақ бар деп топшылаймыз. Соны жалпы алғанда Түркия, Европаны қосқанда 25 мың қазақ өмір сүруде. Сұрайын деп едім, аға, осы бір кездері Стамбулдағы қазақтардың кәсібі тереңдеу болатын. Кейін 90 жылдары тоқырап қалды деген естідік. Қазір осы тереңдеп тон тігетіндер бар ма? Әрине бар, бірақ саны күрт азайып кетті. Bir кезде енді жалпы 60-70% қазақтың көбісі тері кәсібі, пластика заводтарымен айналысатын. Мен өзім бұлай деп тұжырым жасаймын. Тері кәсібі Түркия қазағын әрі соры болды, әрі бағы болды. Бақ болатыны, енді бұл ата кәсіп біздің. Бұрыннан келе жатқан тері илеу, терден тон тігу, тымақ тігу, бас киім тігу деген секілді. Біз осы менен аталарымыз жақсы күн көрді Түркияда. Өйткені оның табысы жақсы екен. Сол тері, тон, дубленка тігуден әр адам, әр семья жақсы күн кешті. Бұл жағын алғанда бізге бақ болды. Сор дейтінім, осыдан келген табысқа сеніп, жастарымыз көп оқуға, университетке көңіл бөлмеді. Оқудан жұрдай болып қалды. Саудаға кетіп қалды, ақша қуып кетіп қалды. Ең кейін 90 жылдардың аяғына келгенде бұл бәсеке күшейіп кетті. Бұрын түрік азаматтар көптерге бара бермейтін. Жүні бар, анасы бар, қылшық болады деген сияқты. Енді оның кейін бертінде одарды ұқты, бұл да табысы көп. Son бәсеке күшейіп кеткенде, кризде болғандан кейін біздің қазақ ілесе алмай қалды. Енді жастарымыз жұмыссыз қалғандан кейін барлығы да әзір жұмыс оқуға, университетке, басқа кәсіптерге көңіл бөліп жатыр. Рахмет. Енді сұрағымда Мұстафа Шоқайға арнағым келіп отыр. Өзіңіз бір сұхбатыңызда Шоқай мұралары әлі толық зерттелмей, насихатталмай жатыр деген едіңіз. Дұрыс айтасыз. Енді өзіңізге белгілі. Bir кездерде Қазақстан тәуелсіз болмай тұрғанда, қазақтың перзенттері, ұлттың қамын ойлаған адамдар, тарихи тұлғалары білесіздер, ол кезде құбыжық ретінде көрсетілді. Сатқын денілді, халық жауы денілді. Олардың аттарына тыйым салынды. Енді міне тәуелсіз келгелі бері ғалымдарымыз зерттеп, бұлардың жансақ екенін. Бұл алаш қайраткерлер, Әлихан Бөкейхандар, Міржақып Дулаттар, Ахмет Байтұрсын, Мұстафа Шоқайлардың қалу үшін құрған болғандығы дәлелді ретінде архив деректеріменен бүгін расталып отыр. Бірақ әлі де болса біз бұларды толықтай халыққа, жастарға жеткізе алмай отырмыз. Бұның бір айғағы осыдан 4-5 жыл алдын Қасымхан Бекманов деген ақын ағамыз жақсы бір Мұстафа Шоқайдың жолымен деректі фильм түсіріп, бұны Қазақстан жер-жеріне көрсеткен, бұған қарсылық болып, сотқа беріп, халық жауы насихаттап жатыр деген адамдар шық. Бұны өзінені көрсетеді. Әлі қазақ ғалымдарының Мұстафа Шоқай туралы зерттеулеріндегі жетістіктері
әлі кейбіреулері жетпей жатыр. Biz Mustafa Şokay tuğralı, Şokay tanışı ғалымдардың Polşa arxivlerinde, Germaniya arxivlerinde, Avropa arxivlerinde, Resiya arxivlerinde жұмыс істеп алған жетістіктер қазақ тілінде жазылып жатыр. Енді қазақ тілін білмеген орыс тіліндегі азаматтар немесе Ресейдегі ғалымдар бұдан бейхабар екен. Солар бұрынғы сарында оны сатқын деп ойлап отырғандар бар секілді. Сондықтан біз қазақ ғалымдан жеткен жетістіктерін орыс тілін аударымыз керек екен. Ағылшын тілін аударымыз керек екен. Бүкіл тек қана қазақ халқын емес. Енді Стамбулдағы барша қазақ қандастарымыз жиналып жатасыздар. Қазір баяғыдай емес, ақсақалдар азайды. Жастар жағының бауырмалдығы қандай? Енді бұл жағынан алғанда ауыз толтырып айта алмай отырмыз. Неге? Өйткені ақсақалдарымыз ол енді бұрын қазақи ауылды көрген. Сондай қазақшасы толық, қазақша түсіну күшті аталарымыз еді. Біз солардың ізін басып қалдық. Ал ендігі ұрпақ оларды көрген жоқ. Сондықтан олар да әзір қазақ тілінде сөйлеу де азайып бара жатыр. Қазақи түсінік те азайып бара жатыр. Сондықтан біз әсіресе атамекеннен күтеріміз, жастарымызды атамекенмен көп араластырмыз керек. Бұл жақта тіл курстары ашылды, ашылмады емес. Баладарымызды бердік. Бірақ кейін ұмытып кетеді екен. Сондықтан баладарға кішкене патриоттық қазақи нені күшейтеміз десек, елді көру керек. Елді көрмейінше алыстан жатып қазақпын деген басқа көзбен көріп кеткен жігіттердің несі басқа. Олар әсерленеді. Отанын көріп, елін көріп, жерін көріп, оларда қазақи патриотизм күшейеді екен. Байланыс орнатады. Бұл жақ құрбы құрдастарымен танысады дегенде. Өзіңіз енді Мұстафа Өзтүрікті көрдіңіз, араластыңыз, анасы Рәзия апаның қолынан талай дәм татқан шығарсыз. Қазір Мұстафа Өзтүріктің балалары қайда және Түркиядағы, яғни Стамбулдағы қара шаңырақта кім тұрады? Мұстафа Өзтүрік білесіз, өзі соңғы жылдары Германияда өмір сүріп жатқан. О жақта жеңгеміз Нұрила бар, 3 баласы бар. Олар сол жақта әлі де өмір сүріп жатыр. Енді İstanbul'da апамыз, марқұм Разия апамыз бар еді. Ол енді қайтыс болып кетті. Енді ол жерде қарындасы Перихан деген қарындасымыз бар. Оның сыртында ағасы бар, Мансұр Тайжы ағамыз, оның баладары бар. Енді Мұстафа Өзтүрік біз жастайымыздан бір өстік. Ол бізден үлкен енді жас жағынан. Бірақ өте ұлтжанды. Болашақты ойлай білетін азамат болды. Егер ол кісі тірі болғанда мүмкін біз Türkiye'de, çet ellerde, Kazakistan'la birikip, Kazak'ın tarihini gösteren filmler jasaytın edik. Bırak kuanıştısı, orunu tolduran azamatlar var. Misal üçün Smağal Ölübayıp ağamız benen keşe söylestik. Kazak Hanlığı turalı serial түсіп, осы жақында шығады деді. Kinosu шығады екен. Бұлар бізді қуантатын жағдайлар. Мұстафа Өзтүрік марқұм болғанда осыларды көріп, ол кісі қуанар еді. Аға, бүгінгі сұхбатыңызға алғыс айтамыз. Қадірменді көрермен, бүгін бізге арнайы уақытын бөліп сұхбат берген Түркияның Мимар Синан университетінің профессоры, тарихшы, түрколог Әбдуахап Қара болатын.